Заграл деген от души қап-қара болдық. Мөлдір дайын емес дейді. Бәрін уақыт көрсетеді, неге асығасыздар? Танысып көрейік, сөйлесейік. Агата саған қатты ренжіп өледі дейді. Хорошо. Қазақстанға бүгін ұшамыз, Алла бұйырса. Уахарра деп Қарақалпақстанға хит болды дейсіз ба? Өте қуаныштымын, өте ризамын жалпы. Ақтөбе, ассалаумағалейкум, күтіңіздер. Жақында Ақтөбеге баратын боламыз. Дәл өзі. Сәтбаев, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, қалайсыздар? Египеттеміз дәл қазір Шарм-эль-Шейхта. Демалып жатырық. Кеше экскурсияға барғанбыз. Қатты күйіп загар алдық енді. Бірақ күшті демалыс болды. Шымкенттің қызын ал, Шымкенттің қызы саған жарасады дейді ғой. Жақсы, Аллаға шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Египеттемін. Уалейкум ассалам. Жақсы, Аллаға шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Загар мощный алдық енді. Ашып атыр, денем бәрі күйіп қалған. Аягөз, ассалаумағалейкум. Аягөзім қадір. Өлең айтып кетсең бе? Ойбай, сіз айтпасаңыз да сұрақ қойғанбыз, мөлдірдің қал жағдайын сұрақ қойсай дейді. Бәрін жария ете беру керек та сіздерге негізі. Қал жағдайын сұрап атын, ішіп атын, тышып атын деп. Ол заманға да кеп қалдық қой почти негізі. Ішкен, жеген, шыққан бәрін түсіретін. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Нукус, қалайсыздар? Ассалаумағалейкум. Эффектпен отырмын негізі. Бұдан да қап-қарып күліп кеткем негізі. Біреуге күлме деп. Өткенде анау қара қыз салып едім. Қара қыз деп. Өзім сондай болдым ғой. Мынау Қыдырәлі Бақытжан деген, келсеш киікке айрам дейді. Сен инстаграмда өйтіп батыр болмай қойшы, бауырым, бетіме кеп айтшы. Мықты болсаң. Кім-кімді айрадың көреміз сол кезде. Болды, ұрсам ол менеджерге. Жарнама бойынша жазсаңыздар болады. Қайдасың? ВК агент дегенге әлі кірем ғой мен деп па? Жоға кірмейміз оған. Қырғызстан, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Негатив мән берме дейді. Мән бермеймін ғой, келіп кететін пайда да жоқ қой. Қолымнан дым келмейді әйтеуір. Үйінде отырып комментарий жазғаннан басқа. Түрің отырып қалып бұл не деген әдемі комментарий, рахмет үлкен. Күн ыстық енді мына жер. Мына жерге келсең сіздердікі де отыратын шығар. Бүгін қайтамыз, Алла бұйырса. Эффектпен отырмын. Эффекттің өзі өйстіп әбіржітіп жіберіп жатыр ғой, көмектеспей жатыр ғой. Қашан үйленетімді білсем ғой шіркін. Уалейкум ассалам, қалайсыздар? Амин, иншалла, үйлену керек. Енді осы жыл деп отыр, Алла бұйырса. Қалай болғанда да. Уалейкум ассалам. Қыдырәлі Бақытжан, кешір деп жазып жүрді. Кешірдім, бауырым. Алла кешірімді ғой, біз кешірмейтін кімбіз? Просто керек емес та ондай нәрселер ше. Айтылады ғой, смс сұхат береді осы жерде. Ол маған көңіліме тимейді ондай нәрсе. Неге бір-бірімізге ақ тілек айтпаймыз, айтыңыздаршы. Жаманымызды жасырып, сүрінсек кішкене поддержка береді деген сияқты. Наоборот, үйтіп қоям, бүйтіп қоям, анау да мынау деген сияқты. Ертең эфирге барасың ба? Жоқ. Египеттеміз дәл қазір. Египетте достар эфирге шыға алмай жүрміз, себебі жұмыс. Өте әдемі көрініс. Мына жақтан теңіз.
ана жерде теңіз. Жаяу барасатын жер. Қарайды, ой, әдемі загар алдық. Инстаграмда менде что-то обновление жасау керек па, бірнеше фото видео салайын десем, ондай функция жоқ па, что-то көрінбейді. Осылайқа жоқ, қазір болмайды жан. Семейге ұшақпен келдіңіз ба Мұсаға дейді. Семейге жоқ, бармадым ғой деймін. Өскеменде болдым. Бүгін қайтуымыз керек, Алла бұйырса түнде. Уалейкум ассалам. Египетте бізде қатты күн ыстық, қазір сезон ашылды. Демалушылар саны өте көп кәдімгідей. Сіздерге де бақыт тілеймін, бақыт тілеп жатқан жандар, Алла разы болсын, еселеп берсін. Ендеріңіз сау болсын. Нешедесі 27-тем. Ойын басталады ағайын, дайын болыңыздар. Ертең Алла бұйырса бастаймыз деп отырмыз, иншалла. Қазақстанға барғаннан кейін ақшалай сыйлықтар немесе заттай. Қазақстанға барғаннан кейін мен барып заттар алуым керек сіздерге. Керекті, үйге керекті заттар немесе ақшалай каспилеріңізге жіберетін боламын. Барлықтарыңыз қатысуға дайын отырыңыздар. Қосымша аккаунттармен, отбасыларыңыздың аккаунттарымен. Бір ғана шарт болады, сол тіркелсеңіздер болғаны. Сондықтан конкурс ойнатпағалы біраз болды. Семейде 40 градус ыстық па? Қойыңыз. Қырғызстан, Қарақалпақстан, сіздерге де сәттілік, сіздерге де жалпы ақшалай сыйлықтар жібере алам, қатыссаңыздар болады. Бүгін қайтамыз. Египетке демалып кету 7 күнге бір 300 мыңдай болып жатыр. Енді ол таңдаған гостиницаңызға байланысты. Мықты гостиницалар 400 мың адам басына. 300 мың, 250-ге де табуға болатын шығар. Горячий турларды қарасаңыздар. Жалпы бір демалып кететін жер жақсы, өте жақсы жер. Сондықтан өзіңізден аямаңыздар. Сайсан, ассаламу алейкум. Ағатай, мен де ойлансам бола ма? Барлықтарыңыз ойнасаңыздар болады. Бір ғана шарт, мен ертең түсіндіретін болам. Менің подписки бөліміне тіркелесіздер, бір ғана шарт болды. Алматыда 38 градус дейді. Машалла, не дейді? Бауыр басқан қиын ба, ғашық болған қиын ба дейді. Ауырған қиын ағайын, ауырған. Бізде примерно 40 градус шығар, кішкене самал бар. Кешенде біз жалпы Қызыл теңізге шомылуға бардық. Суға түсіп күнге шыға беретін болсаң, оны тез күйіп кетесің. Сонымен де абдышы шомылдық. Енді барлығын постқа салатын боламын, Алла бұйырса. Жетсай, ассаламу алейкум. Жан, Жетсай. Жалпы экстракт бойынша тағы да пост салам. Менің өткен посттарының астында номер бар, және де парақшасы бар. Соған жазыпсаңыздар болады, жалпы бағасын барлығын түсіндіріп береді сіздерге. Монголия, ассаламу алейкум, қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Германия сәлем деп па? Мәссаған. Рум, Қоңырат, Алғи, орта жүз. Иншалла, амин. Нью-Йорктан қатысуға болады ағайын, болады. Кім Нью-Йорктан? Ербол 16 дейді. Натур, Нью-Йорктасың ба? Бауырым базырып. Тараздан көрсем, өлтіремін сені клоундар дейді. Мико Тараз дейді. Реально ма? Конкретно айтып тұрсың ба? Мико Тараз, келші Алматыға сен бауырым. Таразда батыр болмай. Сен не асың тартып жедің ба не сен? Қарайып кетті ағайын. Конкурсқа дайын болыңыздар, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Шын мұқтаж жанға бұйырсын.